Енді қараңыздар, Мұса алейхиссалам, мына бойдақтарға айтамын. Бойдақтар және үйленгендерге де, үйленсең екінші ханен ашылады дейді ғой жаңағы. Бір кезде қараңызшы, Мұса алейхиссалам. Мына пайғамбарлардың ішіндегі ең күші көп пайғамбар кім? Мұса алейхиссалам. Мұса алейхиссалам ең күші көп пайғамбар болған екен. Ол жаңағы байқаусызда бір нені итеріп қалады ғой. Сол кезде не істейді? Ана өліп қалады ғой. Қараңызшы. Күші көп болған екен де Мұса алейхиссалам. Қараңыздар, біздің де қазір күшіміз келді. Ерланның күші тасып бара жатыр. Бір кезде Мұса алейхиссалам сөйтіп бір адамды өлтіріп қояды, қашады. Фирғауынның несіне. Мұса алейхиссалам не болады? Қашқын болады. Жаңағы ізіне салушы адамдар іздей бастайды. Сол кезде жалғыз өзі қалған Мұса алейхиссалам күн жарқырап, жаңағыдай ыстық күннің астында қалған Мұса алейхиссалам нені көреді? Кімді көреді? Қызды көреді. Әйел емес, қызды көреді. Сондай сұлу қыздарды көреді. Енді Құранда бүйтіп айтады екен. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Сол кезде ол басқа адамдардан екі қызды байқап қалады. Байқап қалады. Қарашы, мин дунихим деген сөзде бүткіл халықтың ішінен кімді байқап қалады? Екі қызды байқап қалады. Бұл значит не? Екі қыз сұлу екен да. Олар ма? Бүткіл халықтың анау базарда кетіп бара жатқан кезде бір сұлу қыз көріп қаласың да, сол кезде бір ерекше көріп тұрады ғой жаңағы. Сөйтіп сол екі қыз байқап қалған кезде ана ерекше болып кетіп, сол екі қыз келеді ғой жаңағы. Өзі шахуаты көтеріліп тұр. Жаңағы күші тасып тұр. Сонда Мұса алейхиссалам айтады: "Ма хатбукума? Сендер маған не айтайын деп жатсыңдар? Не әңгіме айтайын деп жатсыңдар?" Олар айтады, қыздар айтады: "Біз сондай, бізге көмек керек болып тұр. Біз мына өзіміздің қойларымызды суара алмай жатырмыз. Ал енді ар жақта суаратын жерде бүткіл халық өздерінің малдарын суарып жатыр екен. Ана екі жас қыз не істей алмайды, өздерінің малдарын суара алмай жатыр. Әкелері шейхун кабир. Ва абуна шейхун кабир, біздің әкелеріміз үлкен қартайған кісі дейді. Сөйтіп ана Мұса алейхиссалам ана екі қыздың қойларын суғарып береді де, бірден бұрылып не істейді? Көлеңкеге қарай жатып алады. Сөйтіп айтады, армандап. Енді ана кетпей тұрған екі сұлу қыз бар. Рабби инни лима анзалта илейя мин хайрин фақир деген дұғаны оқиды ғой. Осыны бойдақтар біледі ғой, үйленгендер де біледі ғой. Аллахым, сен маған түсірген бүткіл хайырлы нәрсеге мен мұқтажмын дейді ғой жаңағыдай. Хайырлы деген нәрсе не? Жаңа әйелге мұқтажмын деген ғой. Осы дұғаны кімде кім ойлайтын болады? Алла субхана тағала Мұса алейхиссаламға қандай салихалы жар берді, сондай салихалы жарды береді иншалла. Көрдіңіз бе? Яғни Мұса алейхиссалам екі қызды көрді. Сұлу қыздар, бүткіл көпшіліктен айырылып тұрған екі сұлу қыз болған. Соның малдарын суғарып болғаннан кейін арғай общениеге кетіп қалған жоқ олар. Мұса алейхиссалам өзін ұстады, тақуалығын көрсетті, көрдіңіз ба? Мұса алейхиссалам тақуалығын көрсетті, өзінің қалауын, мына нәпсінің қалауын не істеді? Алладан сұрады. Я Алла, Аллахым, Рабби инни лима анзалта илейя мин хайрин фақирун. Көрдіңіз ба? Сіз егерде бір нәрсені қатты қалайтын болсаңыз, онда Алладан тікелей сұраңыз. Алладан тікелей сұрасаңыз, иншалла Аллах тағала не істейді? Қабыл етеді дұғаңызды. Сіз көрдіңіз, нәпсіңізді Алла разы үшін тыйдыңыз, енді Алладан барып сұрасаңыз, иншалла. Сонда Мұса алейхиссалам, оның әйелі жоқ, амалы жоқ, ештемесі жоқ. Алла субхана ва тағала оған не береді? Сол қыздың ең сұлуын береді. Ана қыз, екі қыз үйіне барған кезде өзінің әкесіне айтады. Ал әкесі кім? Шуайб алейхиссалам. Шуайб алейхиссалам пайғамбар болған. Көрдіңіз бе? Дастан, сен қайнаған кім сен? Жақсысы болың. Ешті көгершін болың. Кім екім тақуалық танытатын болса, Алла субхана ва тағала әулиелердің қыздарын сізге нәсіп етеді, иншалла. Görüyorsun.
шәббун жастар жастық шақ дейді. Сен ойлама, табыс, ақшаның көптілігі біздің үмметті тура жолға салады, біздің үмметті жақсартады, біздің халқымызды мықты қылады деп ойлама. Біздің Қазақстанды ақша ғана мықты қылады деп ойламаңдар. Жоқ. Ақшалар көп қой. Қазір біздің еліміз жақсы болып жатыр ма? Байлар көп қой мысалға. Өткенде жаңағы бір жаңалықтан қарадым. Долларовый миллионерлер Қазақстанда 30 мыңға жуық долларовый миллионерлер бар екен. 30 мыңға жуық. Ойлап қараңызшы. Долларовый миллионерлер. Ал енді біздің халқымыз соншалықты бір Южная Корея сияқты мықты болып жатыр ма? Жоқ, болып жатқан жоқ. Малайзия, Индонезия сияқты мықты болып жатыр ма? Жоқ. Жоқ, бұл ақшада емес екен мәселе. Мәселе ол мынада екен да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары, жас сахабалар. Мына жердің, сахабалар жердің қанша бөлігін жаулап алған? 3-тен 1-ін жаулап алған ғой. Ойлап қараңызшы. Мұсылмандар әлемнің 3-тен 1-ін жаулап алған. Кім жаулады ондай? Ешкім жаулаған жоқ. Басқа жаңағыдай нелерден қарайтын болсаң, ешкім жаулаған жоқ. Бірақ әрбір мұсылманды қараңыздар. Ешкімде бір киімі болмаған жақсы. Олардың жаңағы алба-жұлба киімдермен, дорбасында бірнеше құрмамен соншалықты жерді басып алған екен. Мен соғысқа шақырып жатқан жоқ. Бұл жақта мәселе ол соғыста емес. Мәселе неде? Әлемді мықты ел қылу дейді. Омар радиаллаху анху кезінде қандай халифат болды? Сондай халифат болды. Ешқандай да бір кедей қалмаған ғой. Зекет беретін адамдар іздеп жүрген ғой. Кімге зекет берсем болады екен? Мен күнәһар болып бара жатырмын. Осы жылы зекет бермесем, онда менің зекетім қаза болып бара жатыр дейтін адамдар уайымдаған ғой жаңағы. Омар радиаллаху анху кезінде. Көрдіңіз бе? Яғни біздің алға шығуымыз, біздің өсуіміз ол ақшаға тірелмейді. Біздің өзімізге келіп тіреледі екен. Сахабалар радиаллаху анхум сондай елді басқарып жатқан кезде киімдері жоқ, қалталарында 3-4 құрма ғана болатын дейді. Ал бізде қазір бүткіл нәрсе бар. Бүткіл нәрсе бар. Аллах тағала бізге байлықты беріп қойған. Аштан өліп жатыр. Атырауда бір адам аштан өлді деген хабарды 93 жылдан бері әлі естіген жоқ. Ондай хабар шыққан жоқ. Мүмкін 93 жылда да өлмеген шығар, бір алла біледі. Қараңыз. Бір кезде сахабалар Кисраның үлкен сарайына кірді. Кисра деген білесіңдер ғой? Кисра деген мен сендерге қазір былай мысал ретінде айтайын. Қырғызстан дейді. Ең әлсіз мысалы Қырғызстан шығар, Қырғызстан болар. Сол Қырғызстанның бір қырғызы келеді де жаңағындай Россияны жаулап алады да, Россияны Кремльге не істеп кіреді? Өзінің қылышымен ана паласты, қызыл паласты жыртып кіреді. Қылышымен. Басып алдық деп жаңағыдай. Сол сияқты ғой жаңағыдай. Сахабалар Кисраға сөйтіп кіреді дейді. Бірақ сол сахабалар кірген кезде ішіндегі адамдар бар болған екен сахабалар. Мына жұмсақ нан бар ғой, мынандай нан. Осындай нанға өмірінде тойып көрмеген сахабалар болған екен. Көрдіңіз бе? Яғни біздің мықты ел болу үшін ол байлықта емес екен ғой. Бір кезде Ундулус дегеніміз не? Испания. Ундулус дейді. Ундулустың жаңағы бір патшасы қайтыс болады да, сөйтіп өзінің баласын естиді, патшалыққа отырғызып қойды. Сөйтіп сол баласы, бірақ ол қандай тәрбиеде өскен? Салтанатты, күндіге той, күніге жаңағы вечер, қыздармен жүреді. Бөлмесінде 72 наложницасы болған. 4 әйелі болған ғой. 4 әйелі 72 наложницасы болған. Бір баланың өзінде, патшаның баласының өзінде. Күніге ән, музыка жаңағыдай, барлығын тыңдап, тек қана жаңағыдай неде өмір сүреді, рахатты, ләззатты өмір сүреді. Бірақ бір кезде сол Ундулусты жаңағы Испанияның нелері қоршап алады, франктар қоршап алады.
франктар қоршап алып сол Испанияны құлатады да сол Испанияның жаңағы патшаны, жаңағы қандай тәрбиеде өскен патшаны, жаңағындай тәрбиеде өскен патшаны түрмеге қамайды. Сол кез бір кезде жаңағы анасы келіп баласына зиярат қылып келді. Сонда не деп айтады баласына? Ей балам, енді сен қалай тәрбиеледің? Енді әйелдер сияқты біздің өндірісімізді сақтай алмадың ба? Сол әйелдер сияқты жыла деп осындай жаман ауыр сөздерді айтып кетеді. Көрдіңіз бе? Біз қандай тәрбие алып жатырмыз қазір? Біздің көйлегіміз көк, қарнымыз тоқ. Біз ештеңе жасап жатқан жоқпыз. Біздің жастық шағымыз қайға тозып жатыр. Тек қана тамақ ішіп тозып жатыр да біздің жастық шағымыз. Тамақ ішеміз, ауырамыз, қарнымыз шығады. Көрдіңіз бе? Ал енді сол жастық шақты қайда қолдану керек? Ары қарай айтқандай. Bir кезде Cafer ibn Abi Talib. Білеміз о кім ол? Cafer ibn Abi Talib. Сахаба. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның туысқаны Cafer ibn Abi Talib. Інісі. Жас жігіт. Bir кезде Алла субхана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны бір топ адамдармен неге жібереді? Эфиопияға хижратқа жібереді. Сол жерде 7 жыл болады. 7 жылдан кейін бүткіл сояқтағы сахабаларды ертіп жаңағы келген кезде, Мединаға келген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Cafer ibn Abi Talibқа сыйлықтар беріп, сөйтіп қарсы ала ма? Қалай қарсы алады? Жоқ, өйтіп қарсы алмайды. Айтады, Cafer, сен Мута соғысына кет дейді. Келдің бе? Енді бар, Мута соғысына бар дейді. Мута деген үлкен бір соғыс болған. Битва при Мута дейді жаңағы. Сол кезде Мута соғысында кімдермен шайқасады? Кімдермен шайқасады? Византиялықтармен шайқасады. Римдықтармен шайқасады. Сол Мута соғысында Cafer ibn Abi Talib не істейді? Жалауды алып бір қолмен ұстайды. Бір қолын оң қолын шауып тастайды. Сол қолмен ұстайды. Сол қолын шауып тіспен ұстайды. Сол кезде өлтіреді. Көрдіңіз бе? Жас жігіт. Біз қазір бір үлкен бір істі бітіретін болсақ, мейлі, үлкен демей ақ, кішкентай ғана бір істі бітіретін болсақ, біз нені іздейміз? Сыйлықты іздейміз. Жоқ, бізге сыйлық қажет емес. Алла субхана ва тағала сол сыйлықты береді, иншалла. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Уәлләзи нәфси биядихи. Пайғамбарымыз саллаллаху осы сөздерді жай ғана жай айтпайды. Ант ішіп тұрып айтып жатыр. Менің жаным кімнің қолында сонымен ант етем дейді. Яғни Аллах тағаламен ант етем дейді. Лақад раайту Cafer ibn Abi Talib. Cafer ibn Abi Talibті мен көрдім дейді жәннатта. Жәннатта ұшып жүрген Cafer ibn Abi Talibті көрдім дейді. Би жанахайхи. Екі қанаты бар екен. Алла субхана ва тағала шабылған екі қолына сыйлыққа не берді дейді? Екі қанат берді дейді. Жәннатта ұшып. Ал енді біз жастық шағымызды қайда жұмсап жатырмыз? Субханалла. Енді айта беретін болсақ бұл жақта. Мұхаммад ибн Қасим бір кезде кімді нені басып алады? Индияны басып алады. Сол кезде Мұхаммад ибн Қасим, оның жасы қаншада болады? 18 дейді. 18 12 жаста болған екен. Қолбасшы, 12 жастағы қолбасшы. Аллаху акбар. Қараңыздар. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екі немересі болған. Сол екі немересі кім болған? Хасан мен Хусейн. Хасан мен Хусейн ол сондай екі немересі мықты болған екен. Алла субхана ва тағала оларға сондай не берген екен. Олар Әзірбайжанға дейін, ойлап қараңызшы, мына Меккеден бастап, Мединадан бастап Әзірбайжанға дейін соғысады. Футихат Әзірбайжан уа Қырғызстан дейді. Қырғызстанға дейін ашады екен ғой. Қырғызстанға дейін соғысады. Сөйтіп Қырғызстаннан бастап неге дейін? Джурджия дейміз, Грузия және Дағыстан дейді. Дағыстандарға дейін Кавказдың барлығын не істейді, көрдіңіздер ме? Хасан мен Хусейннің кезінде сол кезде. Сол Хасан мен Хусейн бірінші сапта жүріп, соларды шалып алған. Бірақ Қазақстанға жете алмайды. Жеңіледі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деген?
түркілерге тиіспеңдер, сендерге тиіспейінше деп айтқан екен. Сахих хадисте келеді. Көрдіңіз ба? Өйткені бізге келді, Қырғызстанды жаулап алып, сөйтіп таудан, мына Тянь-Шань тауынан келді де, мына Тараз соғысында, Тараз жақта Сұлу деген қағанат болған сол кезде. Сол жерде соғысқан екен. Сұлуға түрге шықпаған. Сол кезде біздің ата-бабаларымыздан нелер мұсылмандар жеңіледі қайта. Бірақ біз жаңағы Қытайлардан жеңілеткенбіз де. Сөйтіп арабтар бізге немен кіреді? Уағыз насихат. Міне сол кезде қожалар қалған. Қожалар дегеніміз ұстаз деген сөз. Қожа, түріктер ұстазын не дейді? Қожам дейді. Қожа деген ұстаздар. Сол ұстаздардың ұрпақтарын не деп айтқан? Қожа деп айтқан екен. Сол қожа деп атап қалып. Міне сол жерден бастап не істейді? Дін тарай бастайды. Осман ибн Аффан радиаллаху анху бір кезде Абдулла ибн Амир ибн Күрейзді, оның жасы сол кезде 25 жаста екен. 25 жастағы бойдақтар бар ма? Кім бар? Бойдақ емес, бірақ жаңа естемін. 25 жасында Басра халқына әкім қылып сайлайды ғой сол кезде. Әкім қылып сайлайды. Сол кезде ол Ирактан бастап Афганистанға дейін істеген, билеп тұрған екен ғой сондай. 25 жаста ойлап қараңыз. Ал енді біз қазір 25 жастамыз, бір компанияның басшысы бар ма арамызда? Кішкентай ғана бір бизнестің басшысы бар ма? Көрдіңіз ба? Сол үшін біз жастық шағымызды қайда жұмсап жатырық? Білеміз, қайда жұмсап жатырық? Біреуге жұмыс жасап жатырық. Енді екінші әйел жайында айтамыз. Иракқа секіріп Шынымен де біз ұйықтап жүр екенбіз. Бір жерді тесіп шығуымыз керек қой біз. Бір жерді тесіп, кәдімгідей шыңына дейін жетуіміз керек қой. Бір университетті оқасың, ана бауырым университетті оқатырмын. Иншалла сол университетімді докторантураға дейін бітір. Одан тағы не бар? Аспирантура дейін? Докторантурадан жоғары жоқ, одан кейін академик. Академик, соға дейін бітір. Сол бір жерді тесіп шық. Бір жұмыс жасап жатқан бір кәсіпкерлер бауырларымыз болса, бір жерді тесіп шығу керек қой. Сахабалар біз сияқты болмаған ғой. Олар сондай мықты болған ғой, кішкентай кезінен бастап. 12 жастан бастап отау иесі болған. Көрдіңіз ба? Қазір біз бір екінші қатын алайықшы, шашылып қаламыз қазір. Ана екінші қатын бәйбіше екеуі сені қылқындырған кезде, маған үй жетпейді, маған осындай жағдай жетпейді деп қылқындырған кезде қылқынып қаласың кәдімгі. Құлайсың сөйтіп. Есіңді әрең жеп. Көрдіңіз ба? Сол себептен де біз бірінші жағдайымызды жасап аламыз. Ислам дініміз осындай қызмет жасаймыз. Ал енді қараңыздар. Осындай сахабалар болған екен. Олардың үлкен мемлекеттерді басқаруы және үлкен мемлекеттерді жаулап алуы ең бірінші себеп неде? Ол иманда екен. Иман. Қашанда біз Аллах субхану ва тағалаға толық иман келтіреміз, сонда ғана біздің өміріміз ары қарай ашыла береді. Біз толық иман келтіргендерден емеспіз. Ойлап қалмаңыздар. Яғни біз әлі толық иман келтірген. Мынандай жағдайда, мынандай мәселеде біз Аллах тағалаға сенуге әлі күмәнданамыз. Алла сақтасын. Біз осындай күмәнді алып тастауымыз керек. Аллах субхану ва тағаланың қалауымен барлық нәрсе болады. Аллах субхану ва тағала сенің есігіңді жауып тастаған жоқ. Сен мәңгі бақи кедей боласың деген шекеңде, маңдайыңда жазылып тұрған жоқ. Сен мәңгі бақи өспей қаласың, осылай сен өсесің де үйленбей қаласың, бойдақ болып қаласың деп жазған жоқ. Барлығымыздың сондай мүмкіншілігіміз бар. Кім үлкен бір істі жасайтын болса, Алла субхану ва тағала айтады: егер де сен бір үлкен істі бастаймын дедің бе, онда азым қыл, және де Аллаға тәуекел ет. Аллаға тәуекел ет. Міне сонда ғана Алла субхану ва тағала сенің жолыңды ашады, иншалла. Біз қазір қорқамыз да, анау болмай қалады, мынау болмай қалады. Жоқ, қорықпауымыз керек. Жасауымыз керек, толығымен. Оқимын дедің бе, бір жер тесіп оқы. Қиыншылықтар келсе, сол қиыншылықтарға төзе біл. Иншалла, не істейсің? Соның түбіне жетесің, Алла қаласа. Медреседе оқыған кезде сарф ілімі деген нені оқығанбыз? Сарф ілімін оқығанбыз. Сол кезде ең бірінші 6 бапты береді. 6 бапқа
сол сарф ілімі дегеніміз жаңағыдай бір формула бар ғой, соған 6 мысал береді. Ең бірінші бап қандай бап? Дараба ядрибу. Біз енді дараба ядрибумен оқимыз. Сендер насара янсур. Екінші насара янсур. Үшіншісі фатаха яфтаху. Төртіншісі алима я'ламу. Бесіншісі наима ян'иму. Алтыншысы шаруфа яшруфу екен. Бұл негізінде ілімнің несі? Этапы екен, жаңағыдай дәрежесі. Ең біріншіден ілім алатын кезде сен не істейсің? Дараба ядрибу. Бірінші таяқ жейсің. Ұстазың сені таяқ жейді, тәртіпке салады. Яғни ең бірінші тәртіп әдеп қой. Дараба ядрибу болады. Әдеп. Соған үйреншін. Сөйтіп, дараба ядрибу болғаннан кейін, таяқ жегеннен кейін не істейді ұстазың саған? Көмектеседі. Насара янсур. Көмектеседі. Сен сол кезде ұстазың саған көмектескен кезде не істейсің сен? Фатаха яфтаху. Ашыласың. Фатих дегеніміз сол ғой, ашыласың. Фатаха яфтаху. Енді сенің көкірегің ашылған кезде, жүрегің ашылған кезде не істейсің? Ашық жүрекке не кіреді? Алима я'ламу, ілім кіреді. Сол кезде сен ілім аласың. Ал енді ілім алған адам не болады? Наима ян'иму, нәметке бөленеді. Ол нәметті адам болады. Алла субхана тағала кімде-кім ілімді болса, нәметті болады. Мысалға, мен енді медреседе оқыдым. Мен бір аспаратқан бір ешқандай дипломым жоқ, нем жоқ. Бірақ Алла субхана тағала бір қандай да бір отырысқа барсам, Алла тағала мені төрге шығарып қойды. Егер де Құран жаттасаң, Алла субхана тағала сені төрге шығарып қойды. Қандай да бір жерге отырысқа барсаң да, президент отырса да енді қари төрге шықсын деп төрге шығарды. Яғни наима ян'иму. Енді кім нәметке бөленген болса, не болады? 6-шы бап шаруфа яшруфу, шарапатты, мансапты болады дейді. Алла субхана тағала оған мансап береді. Сол үшін жаңағы оқуда жүрген бауырларымыз оқуды бітіріп тесіп шығыңыздар. Осындай этаппенен өтесіздер иншалла. Ал енді отау құрған жігіттер иншалла өздерінің ұрпақтарыңды мықты ұрпақтардан шығарыңдар. Сендерге пайда тигізетін, ақыреттік пайда тигізетін ұрпақтардан шығарыңдар. Алла разы болсын иншалла.